Саламатсыздар ма, балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы волейбол ойынның шығу тарихы және ойыншының орны. Сабағымыздың мақсаты волейбол ойынның шығу тарихы туралы таныстыру. Волейбол ойынның пайдасын, маңыздылығын аша отырып, оқушыларды білімін дамыту. Спорттық ойындарды, соның ішінде волейбол ойынын сүюге тәрбиелеу. Бүгінгі сабағымыздың техникалық қауіпсіздік ережесімен таныстыру. Үй жағдайында жаттығулар орындау кезінде қауіпсіздік ережелері. Жаттығу орындайтын жердің тазалығы. Қасында кедергі болатын, сынатын заттарды алып тастау. Денені қыздырмай тұрып, жаттығуға кіріспеу. Тағы басқа қауіпсіздік ережелерін сақтау. Ал ендеше балалар, жалпы дамыту жаттығуларына кірісейік. Сәлеметсіздер ме достар? Бәріңіз де мықты, сау және төзімді болғыларың келеді. Ол үшін не қажет? Әрине жаттығу. Мен қазір бір қатар жаттығуларды көрсетемін. Олар әрдайым шырақ болуға көмектеседі. Ал бастайық. Барлық жаттығуларды 4-5 рет қайталауға болады. Көзге жаттығу жасайық. Бас қозғалмауы тиіс. 1 дегенде солға қарайсыз, 2 дегенде оңға қарайсыз, 3 дегенде жоғары, 4 дегенде төмен қарайсыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Аяқтың арасын кен ашып тұрыңыз. Қолды белге қойыңыз. Басты оңға солға, артқа бұрып еңкейтеміз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Аяқтың арасын кен ашып тұрыңыз. Сол қолды жоғары, оң қолды төмен түсіріп, артқа алға қарай сермеңіз. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Жүзу жаттығуы. Жүзген сияқты қолыңызды сермеңіз. Бұл иығы пен қолды жаттықтырып, омыртқаны түзейді. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Екі жаққа қарай иілуді орындаймыз. Оң қолды жоғары көтеріп, солға қарай созуамыз. Қолды ауыстырып, оңға созуамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Аяқтың арасын кен ашып тұрыңыз. Қол екі жаққа созылған. Денені оңға және солға бұрамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Аяқтың арасын кен ашып тұрыңыз. Қолды аяқтың ұшына тигізуге тырысып, алға артқа еңкейіп шалқаямыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Аяқты бірге қойып, қолды жоғары көтереміз. Аяқ ұшына тұрып, жоғары қарай бүкіл денені созамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Аяқты бірге қойып, қолды белде ұстаймыз. Асықпастан отырып тұрамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Тік тұрып қолды дене бойы созыңыз. Ішке қарай тыныс алып, сәл тоқтатып, одан кейін демді шығарыңыз. Тыныс алу, шығару. Тыныс алу, шығару. Тыныс алу, шығару. Тыныс алу, шығару. Көп рахмет достар. Сау болыңыздар. Волейбол ойынның тарихы. Волейбол спорты 1895 жылы ақш-та пайда болды. Бұл ойынның негізін қалаушы пастор Уильям Морган болды. Ағылшын тілінен ұшатын доп дегенді білдіреді. Волейбол тарихындағы келесі маңызды оқиға 1922 жылы бүкіл халықтық турнирдің болуы. Ол турнир Бруклин қаласында ерлер командаларының қатысуымен өтті. Сол жылы Чехословакияда алғаш федерация құрылды. 1925 жылдан бастап КСР, Болгария, Жапония және ақш мемлекеттерінде волейбол федерациялары пайда болды. Сонымен қатар базалық әдістер пайда болды.
Мысалы, алдап соғу, қорғаныс, шабуыл және блок. Ал балалар, келесі волейбол ойынның ережесімен танысып отырайық. Волейбол ойынында волейбол алаңының ауданы 18-де 9. Әр қайсысы 6 адамнан 2 команда болып ойналады. Волейбол добының диаметрі 65-те 67 см. Салмағы 260-280 грамм. Алаң 9-да 9 метр болып 2 шаршыға бөлінеді. Ортасынан ені 1 метр болатын тор 2-де 27, 2-де 43 метр биіктікке көтеріледі. Ұтқан әр сәт үшін ұпай жазылады. Партия 25 ұпай алғанша созыла береді. Егер есеп 24-те 24 болған жағдайда, бір команда 2 ұпай озғанша ойын созыла береді. 3 партияны ұтқан команда жеңіске жетеді деп есептеледі. Уақытқа шек қойылмайды. Алаңның өлшемдері мен сызықтары, яғни жаңа өздеріңіз көргендей, өлшемі, яғни ауданы 9-да 18 метр, ортасынан тормен бөлінген. Алаңның іші артқы және алдыңғы зона деп бөлінеді. Допты ойынға қосу зонасы 3-те 8 метр, бос зона 3-те 5 метр. Ауыстырушы зонасы да болады. Ал енді суретке назар аударсақ, ойынға әр қайсысында 6 ойыншысы бар 2 команда қатысады. Әр команданың ойыншылары өз алаңына орналасады. Ойыншылар орын алмастырған кезде сағат тілмен ауысады. Ал балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келсек, сіздерге тапсырма. Бірінші, волейбол ойынын кім ойлап тапты? Волейбол ойында неше ойыншы ойнайды? Үшінші, волейбол алаңының көлемі қанша? Төртінші сұрағымыз, волейбол добының диаметрі мен салмағы қанша? Соңғы сұрағымыз, волейбол ойында либеро ойыншысы деген кім? Интернет желісінен ізденіңіздер. Ал балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.